Бүгін біз Түркияның ең жан-жақты актрисаларының бірі Гонча Вуслатери туралы айтамыз. Яғни, Лейла сериалындағы Нор есімді актриса. Тек қана ол сериалда емес, сонымен қатар бірнеше жерде өз рөлін сомдаған. Соның бірі ең танымал өздеріңіз білетін Ана сериалы. Яғни Шүле рөлін сомдайды, қызы Мелек болады. Жалпы ол тек талантты актриса ғана емес, сонымен қатар ақын, сценарист, радио жүргізуші және ұстаз екен. 1986 жылы 2 қыркүйекте Түркияның Бурса қаласында дүниеге келген. Балалық шағынан бастап шығармашылық ортада өскен. 9 жасынан бастап театрға деген қызығушылығы оянып, кәсіби білімін жасөспірім шағына дейін жалғастырған. Мюждат Гюзен деген өнер орталығында оқып, сол жерде драма пәнінен сабақ беріп, мұғалім болып қалады. Мансабына және түскен сериалдарына келсек, ең бірінші театр, яғни артист мектебі, пунк-рок, кабин секілді көптеген қойылымдарда ойнаған екен. Театр саласында беделді Афифе жүлдесін жеңіп алған. Ал телехикаяларына келсек, 1998 жылы Рұхсар, яғни алғаш рет экранға шыққан алғашқы рөлі болатын. Екінші, Кішкентай құпиялар 2010 жылы Джейла рөлін сомдайды. 2012-2014 жылы Жалған әлем деген жерде алтын көбелек жүлдесін ұтып алады екен. Яғни ол осы сериалда екі түрлі адамның екі түрлі рөлін сомдап шығады. 2016-2017 жылы Анам сериалында Шүле рөлі арқылы терең эмоцияларды көрсетеді. 2022 жылы Netflixте Ыстықбас ғылыми фантастикалық жоба да өз рөлін сомдайды. Және мүлде басқа 2024-2023 жылдар аралығында Седеф атты рөлді сомдап шығады. Ең соңғы жобасы, яғни 2024 жылдың соңына орай Лейла телехикаясында Нұр рөлін сомдайды. Бұл оның соңғы жобасы болатын. Ал киносына келсек, Чешімбеки Япанжи және Чам перде сияқты толық метражды фильмдерде ойнаған екен. Әдеби және медиа саласына келсек, 2016 жылы Маник Серче атты поэзиялық кітабын шығарған. Хариет және Джумхуриет газеттерінде авторлық мақалаларды жазған. НТТВ радиосында Черишкатын бір алты атты шоу жүргізеді екен. Актрисаның жеке өміріне келсек, Бурак Ердоғанға тұрмысқа шыққан, бірақ 2018 жылы ажырасқан екен. 2024 жылдың наурызында мемлекеттік қызметкер Левент деген кісіге күйеуге шығады. 2024 жылдың 26 сәуірінде Асия есімді қызы дүниеге келеді. Бұл актриса туралы қызықты деректерге келсек, әдеттегі емес, терең мағынасы бар рөлдерді жиі таңдайды екен. Харизмасымен, әзіл қалжыңымен, философиялық көзқарасымен өте танымал. Және әйелдердің құқықтарын қорғау және әлеуметтік оларға көмек көрсету жұмыстарына қатысады екен. Жалпы Гонча Вуслатери жаңа буынның ерекше өкілі. Ол жан-жақты, батыл және жарқын тұлға. Оның өнер жолы мен өмірлік ұстанымдары көптеген адамдарға шабыт береді. Ол тек қана Түркияда емес, сонымен қатар басқа да елдерде танымал екен. Сіз бұл актрисаны қай сериалдан көргенсіз, қай жерден танисыз, комментарий бөліміне жазып кетіңіз.